Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қатпарлы қамырдың жасалу жолын және осындай дәмді қытырлап шығатын самсаның пісіру жолын ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бөлме температурасында суымызға 1,5 шай қасық тұзымызды араластырып қоямыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз және суымызды құйып қамыр илейтін боламыз. Қамырды илеу барысында жақсылап иін қандыру маңызды, сондықтан көбірек илеп қойсаңыздар, қамырыңыз күшті болып, сізді тыңдайтын қамыр болып шығады. Осы қамырымызды жарты сағатқа целлофан пакетке салып қойып қоямыз. Оған дейін сармайымызды ертіп аламыз. Сармай міндетті түрде 72% болуы маңызды, сапалы сармай пайдаланғандарыңыз жөн. Мінекей жарты сағат өтті, енді қамырымызды тағы да бір иін қандырып алып, 2 бөлікке бөлеміз. Өлшеп жатырмын, мен 2-ге бөлеміз осы қамырымызды. Негізі өлшемесеңіздер де болады, бірақ та қамырларыңыз теңдей болып жайылу үшін мен осындай етіп өлшеп аламын да, енді осыны шамалы 5-10 минут қойып, содан соң қамырымызды жаятын боламыз. Қамырды бірден осылай жайып кетпеңіздер, алдымен ұнымызды бетіне шашып, қолдың көмегімен жайып алыңыздар, сонда қамырыңыз тегіс әрі дұрыс жайылатын болады. Қамырымызды жайып болдық. Өте жұқа да емес, қалың да емес, орташа етіп жайып алатын боламыз. Енді осыны жинап бір шетке қойып қоямыз. Екінші қамырымызды да дәл солай жаямыз және оның бетіне сармайымызды құйып, толықтай барлық жеріне жеткілікті етіп жағып шығатын боламыз. Бұл жерде ең ескеретін жайт, қамырымызға сармайды жағып болғаннан кейін аздап бетіне ұн шашамыз және кішкене ғана кебуін күтеміз 3-4 минуттай. Содан кейін барып келесі қамырды қойып, оның үстіне сармай жағып орайтын боламыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай. Қазір орау барысында арасында қалып қойған ауасын шығаратын боламыз. Тығыздап орауға тырысыңыздар. Осындай етіп орап, холодильникке кемінде 2 сағат, 3 сағатқа қалдырсаңыздар болады. Егер қонақ шақыратын болсаңыз, 2-3 күн бұрында жасап, морозилкаге сақтап қоюға болады, қажет кезіңізде шығаруға және пайдалануға. Қамырымызды бөліктерге бөліп, енді оны оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Салмасына фарш пенен пиязды ғана қолдандым. Өз қалауыңыз бойынша самсаны пісірсеңіздер болады. Сары уызын беткі бөлігіне жағып, толықтай
кунжут себеміз бетіне. Өзіңізде қандай дәндер бар, сол дәндерді пайдалансаңыздар болады. Қызып тұрған табада қызартып пісіріп аламыз. Дәмі енді өте керемет болып шығады. Дәмді әрі қытырлақ болып, сочный болып шығатын бұл самсаны жеген де арманда, жемеген де арманда. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Егер ұнап жатырса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де төменде поделиться бөлімін бассаңыздар, өз достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.